Бүгін сіздерге доза есептеудің ең оңай әдістерін көрсеткім келеді. Жалпы доза есептеген кезде біз 1/1, 1/2 деген әдістерді қолданамыз. Мен сіздерге қазір өмірде жиі қолданатын 1/2 әдісін түсіндіргім келіп отыр. Жалпы бізде антибиотиктің түрлері өте көп. Соның ішінде жиі қолданатын ол бізде тифазолин. Тифазолинді көрсеңіздер, онда 1 грамм деп тұрады. Ал мұнда ампицилин бар. Ампицилинде менде 1000 миллиграмм деп жазылған. Енді қараңыздар, бізде 0,1 граммда 100 миллиграмм болады. 100 миллиграмм бізде 100 мың единица болып табылады. Получается, егер ол антибиотик 1 грамм болатын болса, ол бізде миллион единицаға тең болып табылады. Қараңыздар, 1/2 дегеніміз, мына раствор 1 грамм болатын болса, оны теңдей жарты ертіндіге ерту деген сөз. Получается, біз оны 5 миллилитрлік ертіндімен ерітіп салатын боламыз. Енді андай жағдайда айтайын, қараңыздар, жас бала, примерно жасы 7-8-де болсын, немесе 3-4-тегі бала болсын, оған дәрігері 600 миллиграмм, то есть 600 единица антибиотик тағайындайды. Например, 600 единица тифазолин тағайындады 1/2 қатынасында. Сіз оны қалай есептейсіз? Бізде, мысалы, 5 миллилитрік шприцімізда мынандай 1, 2, 3 деген сандар жазылып тұр ғой, 5-ке дейін. Оның осы каждый кубигында бізде 200 единица ертінді болады. 200 есептейміз. 200-200-ден қосқанда ол миллион болады. Получается, сіз осы жерден 200-200-200 деп есептейсіз, 600 есептеп аласыз. 600 ол бізде 3 миллилитр ерітінді болады. Сіз тек қана соны ғана тартып аласыз, одан балаға енгізесіз. Қалғанын әрине мусорға тастайсыз, оны қолдануға болмайды. Енді сіздерге мынандай түсінгендеріңізді тексеру үшін тағы да есте, недегі, например, 7 жастағы ер балаға 750 единица дәрі тағайындалды 1/2 қатынасында. Сіз қанша миллилитр растворды енгізуіңіз керек? Өздеріңіз есептеп көріңіздер де комментарияға жазып кетіңіз. Ал антибиотиктерді түгелдей доза есептеу, оны қалай есептеу керек, 1/1 қатынасында қалай болады деген сұрақтар қызықтыратын болса, менің мейірбике курсыма жазыла аласыздар. Сіздерді WhatsApp немесе менің инстаканалыма шықсаңыздар болады.